Баршаңызға ассалаумағалейкум, бұл Құдайберген спорт және алдарыңызда мен Самат Құдайберген. Бүгін бізде көп күттірген футбол туралы шығардым. Қазақстан құрамасы бүгін жеңіске жетті. Ұлттар лигасының бірінші кездесуінде біздің құрама Әзербайжанды жеңді. Абат Айымбетов дубль жасады. Екі голы да бірінен бірі өткен әдемі. Ал ең қызығы, екі таймда қызық болды. Тартысты ойын деп осыны айт. Қазір мен сіздерге біздің құрама қалай жаңарғанын айтып, жеңіске шолу жасаймын. Сосын жаңа бапкерімізді талқылап, Ұлттар лигасында қандай мүмкіндігіміз бар екенін әңгімелеймін. Ал, кеттік. Достар, бастамас бұрын кішігірім өтініш бар. Видеоға лайк басып пікір жазыңыздар. Осылайша біздің құраманың жеңісін барынша көп адам біледі. Ал арнаға алғаш рет кіріп отырсаңыз, бізге жазылуды ұмытпаңыз. Біз апта сайын қазақстандық спорт туралы әңгімелейміз. Алдын ала рахмет. Ал енді футболға кеттік. Бұған дейінгі 2-1 Ұлттар лигасы қарсаңында құрамамыздан көп үміт күттік. Бірақ осы жолы ешқандай да дәмеміз болған жоқ. С тобында бізге қарсы Словакия, Беларусь және Әзербайжан құрамалары түсті. Мұнда өзіміз байқап тұрғандай айқын фаворит бар. Наурыз айында Молдовамен қалай пенальти сериясы орындағанымызды ұмытпай жатып, құрамада бәрі де жаңара түсті. Бәрі күткенде Андрей Карпович құрамада қалған жоқ. Ол тіпті клубын ауыстырып Қызылжардан Ақтөбеге ауысып кетті. Ал құрамаға Карповичтің орнына Магомед Адиев келді. Мұның бір ғана мақсаты бар. Футбол федерациясының жаңа президенті Әділет Барменқұлов Шахтердан келіп, ол жақтан ресейлік бапкерді бірге ала келді. Адиев туралы ойымды кейінірек айтармын. Ал әзірге Әзербайжанмен өткен ойында алаңда не болғанына тоқталайын. Адиев жасақтап әкелген құрама таң қалдырды. Әзербайжанға қарсы 5 қорғаушы қою тым артық па деген ой келді. Ол аздай бірнеше жыл бойында негізгі құрамада жүрген Сергей Малый алаңға шықпады. Ал Елдос Ахметовтың оралуына таң қалудың керегі жоқ. Бұл маусымда ол Тараз лидері. Дәл осылайша клубтағы ойынының арқасында құрамаға Бауыржан Байтана да оралды. Өзіміз білетіндей ол КПЛ-дағы үздік ассистент. Ресми матчтарда Аслан Дарабаевты да көптен бері көрмей кеттік. Құрамадан жастарға да орын беріліпті. 22 жастағы Елхан Астанов құрама атынан екінші рет алаңға шықты. Бірінші ойыны Франциядан 0-2 боп ұтылғанымызда шыққан еді. Матч құрама капитаны Асхат Тағыбергеннің жарақатынан басталды. Қабағы жарылып, үзіліс ұзақтау болды. Бастапқы минуттарда қауіпті сәттер көп бола қоймады. Шамамен деңгейлес командалардың ойыны. Бізде Әзербайжандарда шабуылдады. Бір жағынан қақпаға соққы жасамағанымыз ұнамады. Абат Айымбетовтің ойыны да күмәнді көрінді. Бірақ сәлден кейін дәл осы ойыншы бәрімізді таң қалдырады. Бірінші таймның жартысынан бастап ойын қыза түсті. Құрамамыздың қақпасына 4-1 гол соғатын мүмкіндік болды. Ең өкініштісі мұның бәрі өз қатемізден болды. Әсіресе Александр Марочкиннің ойда жоқта доп жоғалтқаны, одан кейін тіпті таза ойнауға болатын жерде фол жасаған ұнамады. Елдос Ахметовтің де сары қағаз алып қалуы жүйкені жұқартты. Дәл осы Елдос ескерту ала беретін болса, жақсылыққа апармайды. Клубта да, құрамада да, қанша жерден тәжірибелі ойыншы болса да, сары қағазға әбден тойып бітті. Біздің құрама шабуылын сол жақ қапталмен ғана жасаумен болды. Мұнда телеп тепшіп, бірақ шаруа тыңдырған Ян Вараговскийді айтып өту керек шығар. КПЛ-да жалғыз ойыншы ойнамайды. Ян маусымда Бельгиялық Моленбекте өткізді. Бұл клубта ол жоғары лигаға шыға алмаған. Ал қазір Ян жазда Қайраттан 100 000 еуроға сатып алынады деген сыбыс бар. Ян қанша жерден тырысып баққанымен, Астанов қанша терлегенімен бірінші таймда шабуылдарымыз нәтиже бермеді. Телеграм арнамызда көбі пікір жазып құраманы айыптап жатқан. Мен де ашуға берілгенмін. Шын мәнінде жеңіліске ұшырайтындай сезім болды. Бір жағынан Әзербайжандар да шабуылын үдетті. Бірақ біздің қақпашы Игорь Шацкийдің еңбегі бар. Кереметтей супер сейф жасамаса да, барлық допты сенімді ұстады. Ал екінші таймда ойыншы ауысты. Байтананың орнына Ақтөбе ойыншысы Рамазан Оразов бой көрсетті. Айтпақшы, Оразов Адиевпен жұмыс істеп үлгерген. Адиев Қазақстанға келгенше ол ресейлік Чайкада өнер көрсеткен. Жаңа ойыншы шыға салысымен Бауыржанның керемет мүмкіндігі болған. Бірақ дәл тигізе алмады. Ал ойынның осы тұсында біздің жігіттер жарады. Шынын айтсақ, Абат Айымбетовтің голы сәті түскен соққы болды. Кездейсоқ болғанында мойындайық. Абат осыған дейінгі соққыларында жиі мүлт кететін, бірақ осы жолғысы дөп тиді. Ал голдан кейін біздің құрама тоқтамай, ойынды тура сол қалпында жалғастырғаны қуантты. Әзербайжандар есін жимай жатып, біздікілер екінші голды соғып кетті. Тамаша шыққан комбинацияны Оразов кереметтей голға айналдырған. Бірақ амал не? Гол есептелмеді. Вар офсайд болғанын растады. Гол саналмай қалған соң да біздікілер тоқтамады. Осы кезде Айымбетов дубль жасады. Оң жақ қапталдан басталған шабуылды тағы берген допты айып алаңына көтерген. Абат керемет гол соғып кетті.
ша деп кунг-фуист сияқты. Бірақ бас төреші тағы да варды тыңдап, гол салынғанын ұзақтау күттіріп барып растады. Мұнда вардың бір жақсы жері пайдасы бар. Ал ұзақ жауап күткеніне келсек, бізде ғана емес, бүкіл әлемде мұндай тәжірибе бар. Лично өзім сол гол соққаннан кейін жүгіріп секірдім, былай қуанмадым, вар дейді. Ұрысып кеткенсің ғой мен конкретно. Әйтеуір гол болды, молодцы. Есеп 2-0 болып тұрғанда осы есепті сақтап қалу ғана басты міндет болды. Адиев дереу ойыншы алмастырды. Артур Шушеначев, Сергей Малы, Исламбек Қуат және Самат Жарымбековтер алаңға шықты. Ең қызығы Қуаттың шығуы болды. Бас бапкер Сырджан Благоевичпен жанжалдасып қалған. Ол Астанада ойнамайды. Бірақ қызығы Адиев оны құрамаға шақырып үміт артып отыр. Бірақ Қуаттың бүгін жолы болды деуге келмес. Айып соққысын жасатып, өзі сары қағаз алып қайтты. Ал матчтан кейін Әзербайжан құрамасының бапкері Дибядзе Қазақстанның жолы болып кеткенін айтыпты. Қалай десек те бұл пікірмен мен де келісемін. Бірақ жолымыз болып кетті десе, 7-8 ойында 90 минуттан кейін гол жіберген бізге дәл солай айып таққаны жарамас. Адиев осылайша құрамада алғашқы қадамын сәтті бастады. Бір жағынан, былтырғы жазда Шахтер конференция лигасында 2 бірдей сенсация жасап, айды аспаннан бір-ақ шығарғаны естеріңізде ме? Жеңістің тіл үйірер дәмін содан бері енді көріп отырғандаймыз. Солай ма? Адиевтің өзі де жақсы мотиватор сияқты ғой. Анжемен жалақысыз-ақ ресейлік премьер-лигада мықты өнер көрсеткені де бар. Егер де Адиев біздің құрамадан да дәл сондай команда жасай алса, өз басым бірінші болып қошемет көрсетер едім. Біздің құрама көп ойынды мінезбен жеңуі керек деп ойлаймын. Дәл осы мінез жағынан жеңіліп қала беретін әдетіміз ұнамайды. Ал мынау ұлттар лигасының күнтізбесі. Сұмдық па? УЕФА 12 күндік слотқа бірден 4 матчты сыйғызыпты. Мынадай қысқа уақыт аралығында құрамаға тағы ойыншы шақыртатын сияқтымыз. Онсыз да біздің құрамада Бахтиер Зайнуддинов жоқ. Жарақат асқынып емделіп жатыр екен. Ал келесі кездесуді 7 маусымда Словакияға қарсы өткіземіз. Евро 2020 қатысушысы Б дивизионнан шығып қалған команда, карьерасын аяқтаған Марек Гамшиксіз жаңа өмір бастап жатқан команда. Бірақ бұл қарсыласта оның орнын басатын жұлдыз ойыншы бар. Ол Интерде ойнайтын Милан Шкриняр. Словактар жалпы біздің топтағы басты фаворит. Басқа командалардың оған қарсы еш мүмкіндігі жоқ сияқты. Ал 11 маусымда Сербияда Беларуське қарсы ойын өткіземіз. Неге десеңіз, УЕФА шешімі бойынша мұртты бар кісінің кесірінен бұл елде матч өткізуге болмайды. Сондықтан олар бейтарап алаңда ойнауға мәжбүр. Бұл беларустар елдегі режимді қолдаған үшін сынға ұшырап жатыр. Ал жанкүйерлердің көбі оларға тіпті қырын қарайтын болған. Тіпті Илья Шкурин, Виталий Лисакович сияқты футболшылардың өзі құрамаға бармайды. Ал беларустарда біздің кеткен есеміз бар. Нағыз реванш керек. Ал маусымдағы слотты 13 маусымда Словакиямен өз алаңымызда жолығамыз. Ол уақытқа дейін құрамамызды жақсылап жасақтаймыз деген үміт бар. Біздің бар мүмкіндік деп өз алаңымызды, қарсыласқа ыңғайсыз газонды және словактардың шаршауын айта аламыз. Тағы 2 ойын қыркүйекте өтеді. Беларуспен өз алаңымызда, ал Әзербайжанмен қонақта ойын өткіземіз. Біздің топта жеңімпаз Б дивизионына көтеріледі. Шанс жоқ деуге де болады. Бірақ бұл топта 2-ші орынға таласып көруге әбден болады. Әсіресе Әзербайжанмен бүгінгі ойынның 50-60 минуттарында ойнасақ, мүмкіндігіміз бар. Сенемін, жеги. Осымен бітті. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Әсіресе лайк басып, пікірлеріңізді жазыңыздар. Ұлттар лигасынан не күтетіндеріңізді міндетті түрде жазып кетіңіздер. Алға Қазақстан, бізде әлі де көптеген жеңістер болады. Мен сіздерге ол туралы міндетті түрде айтып беретін боламын. Сау болыңыздар.